Құрметті менің тыңдармандарым, Гүлдер сыры 5-ші бөлімі. Зейнеп қыздарға Елкимге сіңіліңді боп салама, әлімжеттік көрсетпе деді. Ал Хайелке болса, сен әпкеңді тыңдап, сыйлап жүр деді. Жарайды деді қыздар. Сол кезде Зейнеп, заттарыңды сен неге шұлығыңды екі түрлі қып киіп алғансың? Сен телефон қуаттағышыңды алдың ба деп қыздарды бірінен кейін бірін тексере бастады. Сол кезде Зейнеп, әкелерің қартайғанда қытымыр адам болады деді. Сен мен айтып тұрсың ба деді. Жоқ, сіздің қартайған кезіңізді айтып тұрмын деді. Ал Серхат болса ештеңе демей, солай ма деп кете барды. Ал Зейнеп болса не болды екен деп артына еріп барды. Сол кезде Серхат, сен Түлайға барып, олар Кадерді іздеп жүр ме екен? Оларды бақылауда ұстау керек. Полицияға барды ме екен? Соны біліп, маған айтып кел деді. Олар Кадердің бізде екенін білмеу керек деді. Үй іші барлығы таңғы астарын ішіп жатты. Ал Серхаттың анасы болса орынсыз сұрақтар қойып жатты. Сол кезде Зейнеп келіп Серхат мырза, көкөністердің чегі келіпті деді. Мейлі деді. Оны ашып көрген Зейнеп, не деген қымбат баға, өте қымбат, сіздерді алдайтын сияқты деді. Ал оны естіген қыздар өте көңілді болды. Елким Арзудың сөмкесін көріп, беріңізші сөмкеңізді көрейінші деді. Ол сөмкені көріп, бұл сөмке түпнұсқа емес қой, жалғаны ғой деді. Сол кезде оны естіген Жихан таң қалды. Ал Арзудың түрі бұзылып кетті. Енді не болар екен дегенде, Арзуды жаттығуттыру залына апарамын деп анасына қоштасып кете барды. Сол кезде әйелінің қолынан ұстап, ақырындап түсіріп, бүгін сөмкенің жалған нұсқа екенін анықтаймыз деді. Ал Серхат болса Седевті кездесуге шақырды. Седев, сен туылған күнге не себепті келдің деді. Жай Берақтың ескі құрбысы қыздар үшін келдің деді. Сен Берақтан ақша боп салапсың ғой, қанша керек саған деді. Мен ақша боп салаған жоқпын, жай сені клубта көріп, қамқор әке екеніңді көріп айта салған едім. Маған жұмыс керек, жауабы дайын болған кезде хабарласарсың деп кете барды. Ал Жихан Арзуды жаттықтыру залына келді. Тренер келіп, қош келдіңіз Жихан мырза деп амандаса бастады. Сізге қандай жаттығу түрі керек деді. Маған жаттығу түрі керек емес, мен Арзудың бойынша келіп едім деді. Бұның іштегі майларын кетіру керек деді. Жарайды деді. Ал Арзу болса сөмкесін ойлауда. Ал Түлай болса үйінде жайбарақат жатқан кезде оған айтпай Зейнеп келді. Қош келдің Зейнеп, төрлет, үйге кір деді. Кадер табылды ма деді. Жоқ, Кадерді әлі де таппай жатырмыз, іздеудеміз. Жылап, көзімнен де жас қалмады. Эрканды іздеуде. Эркан да өңі қашып кетті, азып тозып кетті. Кадерді іздейміз деп деді. Ал сол кезде Эркан келді. Кадерді іздедіңіздер ме? Полицияға бердіңіздер ме деді. Я полицияға бердім, прокурорға бердім, барлығына бердім. Барлығы жаппай іздеуде деді. Ал олар Зейнеп қалай қабылдар екен деді. Ал сол кезде Түлай, мүмкін телеканалдарға берерміз деді. Зейнеп, сен қалай ойлайсың деді. Я беріңдер, барлық жағынан іздеп табуға әрекет етіңдер деді. Сол кезде Зейнеп, жарайды, сау болыңдар деп кете барғанда, Зейнеп, жұмысын қалай деді. Кәдімгі жұмыс қой, бала қарау деді. Сол кезде Эркан, Түлай, передачаларға береміз дегенін қалай сен деді. Жай ғана Зейнепті сынап көру үшін айттым деді. Осы кезде Серхатқа адамы звондап, Жан мырза түрмеде кезде оған тек анаңыз бен Берақ ханым барған деді. Ал Серхаттың кетіп бара жатқанын көрген Жихан, Серхат, саған не болды деді. Аға, Берақ Жан ағамды өте қатты шек көретін.
бірақ оған жиі түрмеге барған. Мен қалай ойлайын, не ойлайын деді. Онда сен менен де сараптама ал, мүмкін Кадирдің әкесі боп қалармын деп оны келемеш дегендей болды. Осы кезде дәрігер хабарласып, Берактың палатаға шығарған айтты. Ал Арзу болса әлі де сөмкені ойлап жатыр. Сөйтті де мазасы қаша бастады. Қолына жаттықтыруы түсіп кетті. Тренер келіп, Арзу ханым, сізге не болды деді. Шай, қан қысым түсіп кеткен сияқты болды деді. Осы артқы көшеде камера бар ма деді. Жоқ деді. Осы кезде киініп шыққан Арзу сөмкесін қоқысқа тастады. Телефон таспен ұрып бұзып тастады. Сөйтті де қолына үлкен тасты алып маңдайына ұра бастады. Яғни маған бұзақылар шабуыл жасады деп Жиһанды алдамақшы болды. Маңдайы қанап кетті. Енді не болар екен деп Арзу кете барды. Ал Зейнеп болса Серқатты ойлап мәз. Эрбу болса ол үйде жакузи бар ма деді. Қауыз бар ма деді. Жакузи бар жоғын білмеймін деді. Онда сен қайда жуынып жүрсің деді. Сол кезде Серқаттың бөлмесіне байқаусызда кіріп жуынғаны есіне түсіп кетті. Қауызға түсесіңдер ме деді. Я қауызға түсіп рахаттанып демалып жатам деді. Мә, не деген күшті сезім рахатына-ай деді. Оны келемеш деп айтқан Эрбу түсінбеді де. Сол кезде Эрбу, Зейнеп, Серқат мырзадан маған жұмыс ұсынысында деді. Сені не деп ұсынады деді. Сол кезде анасы келіп қалды. Сонда Серқаттың үйіне кіріп шығып жүріп, әйелі көзіне шөп салған ба деді. Ал Зейнеп болса, енді Серқат мырза ешкімге де ғашық бола алмайтын шығар деп айтып жатқан анасы қарап қалды. Ал Жихан болса, Арзудың артынан, Арзу, саған не болды? Бұны істеген кімдер? Деп сұрақтың астына ала бастады. Білмеймін. Артқы есікпен шыққанда қолыма сөмкемді алды, телефонымды да алды деді. Сол кезде полициядан сұрап еді. Білмеймін, табу мүмкін емес деді. Ал Серқат болса, әйелін палатаға шығарған естіп, жанына келді. Әйеліне қарап, шайғасып отырдым. Бірақ осы біраз бұрын сенің алдында мен осылай отырып едім. Қайел дүниеге келген кезде, Қайелді дүниеге әкелетін кезде қатты қиналып едің. Сол кезде мені сенің аман есен тірі қалуыңды Құдайдан шылап жалынып едім. Ал бұл жолы да жалынам. Бірақ сені жек көргендіктен менің сұрақтарыма жауап бересің деді. Ал анасы баласын, балам қарның ашып қалған шығар деді. Ал Эрбу болса, аға, сен рахаттанып демалып келген шығарсың деді. Я, мен қатты демалып келдім. Келесіде сен де менімен бірге жүр деді. Ал Зейнеп болса ағасын ойлап, аға, жұмысын қиын ба деді. Я, 14 сағат бойы демалыссыз жұмыс жасаймыз деді. Ал сол кезде Зейнепке көлік келді. Анасы, Зейнеп, сен әкеңді күтпейсің бе деді. Жоқ апа, әкемді күте алмаймын деді. Сол кезде есіктен барлығы шығып жатқанда әкесі келіп қалды. Әкесін ұлын көріп қатты, Мұстафа деп қатты көріп қуанып жатты. Зейнеп те әкесін көріп. Ал сол кезде барлық қоштасып жатқанда Зейнеп, қыздар деп түлей келе бастады. Сен қандай жұмысқа кіріп алғансың? Көлігіңде өте керемет деп мазақтай бастады. Ал оны естіген Зейнеп қатты ашуланып, ішінен көбірлеп қойды. Ал түлей сонда да қарауын қоймады. Зейнеп Серқаттың үйіне келіп, олар полицияға бергендерін айта бастады. Сол кезде Қайел шығып, анама сәлемдеме келіпті деді. Қандай сәлемдеме деді. Парижден келген сәлемдеме екен. Оны Серқат ашып, ішіндегі заттарды атауларына қарай қыздарына бөліп бере бастады. Ал оны көрген Кадир, маған да сыйлық жоқ па, анам сыйлық жасамады ма дегендей мұңайып сырттарынан бақылап тұрды. Ал қыздар о заттарды көріп, анам бізді әлі де ұмытпапты, анам әлі де бізді ойлайды екен деп қатты қуанып жатты. Әкесінің қолына дискіні көріп, балайында қандай өлең тыңдадыңдар дегендей өлеңді қоса бастады. Ал Зейнеп оларды жымиып жай ғана бақылап тұрды. Ал бөлмесіне келгенде Кадир жылап жатты. Оны естіген Зейнеп, Кадир, не боп қалды жаным саған деді. Әпке, сонда анам мені жақсы көрмей ме? Маған да сыйлыға келмеген бе деді.
Жоқ, саған сенің сыйлығың жолда келе жатыр күнім. Сен уайымдама, анаң сені жақсы көреді деді. Жоқ, анам мені оянса да жақсы көрмейтін сияқты деді. Жоқ жаным, анаң жақсы көреді деді Зейнеп оған. Ал Зейнеп ақырын ғана Серқаттың бөлмесіне кіріп, көлігінің кілтін алайын деп жатқанда, оны Серқат тартып қалды. Сені ұры екен деп ойладым. Неге жүрсің менің бөлмемде ұры сияқты деді. Жай ғана көлігіңізді алып Кадерге сыйлық әкеліп берейін деген едім деді. Фильмнің жалғасы бар. Арнама тіркеліп кетеміз.